пройдет на тему доступности кардиологической помощи жителям Восточно-Казахстанской области. Брифинг өңірлік коммуникациялар қызметінің инстаграмдағы парақшасында тікелей эфирде көрсетіліп жатқан еске сала кетейін. Келе алмаған әріптестер өз сұрақтарын қоя алады. Спикерлерімізбен таныстырып өтейін. Қапанова Айнаш Құматайқызы, Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары. Абакашева Дария Орынбайқызы, Шығыс Қазақстан облысы денсаулық сақтау басқармасының штаттан тыс бас кардиологы. Айнаш Құматайқызы, передаю слово вам. Оксана, спасибо большое. Сельме брифинг для подсушла. Как уже Оксана сейчас уже сказала, что сегодняшняя тема у нас оказание кардиологической помощи в Восточно-Казахстанской области, населению Восточно-Казахстанской области. Коротко я хотела немножко начать. В Восточно-Казахстанской области кардиологическую помощь доступна в рамках системы обязательного медицинского страхования УСМС, включая в себе как амбулаторное, так и стационарное лечение. Жители Восточно-Казахстанской области имеют доступ к первичной медико-санитарной помощи, включая специалистов-кардиологов, а также специализированной кардиологической помощи в стационарах, в том числе в отделениях интенсивной терапии для больных с острыми состояниями. Как мы все уже знаем, что население у нас составляет Восточно-Казахстанской области на начало года более 724 тысяч человек. Но по показателям, если по итогам 2024 года наблюдается снижение показателей естественного прироста на 15,6%. Также рождаемость у нас за первый квартал текущего года тоже аналогично периодом снизилась на 9,6 на тысячу населения. То есть на 18,2 тоже естественный прирост и рождаемость у нас снижается. Несмотря на то, что у нас общий уровень смертности, как бы у нас показатель снижается, но есть, конечно, некоторые нозологии, такие как, например, смертность от ДСК, болезни системы кровообращения, показатель данной смертности зафиксировал снижение. Также отмечается прирост смертности от ДСК в некоторых районах нашего региона. Это наибольшие темпы роста в таких регионах, как Алтай, Серебрянск, Уланский район, город Рида. Конечно, по заболеваемости для предупреждения, для ранней диагностики заболеваемости у нас проводятся скрининговые мероприятия. Если у нас запланировано общее количество скринингов болезней кровообращения, это годовой план, если более 58 тысяч населения, то за отчетный период текущего года у нас осмотрено более 34 тысяч населения, пациентов, охваченных скрининговыми услугами. По данным клининговым исследованиям выявлены сердечно-сосудистые патологии, заболеваемости более 1600 человек, из них 1500 с артериальной гипертензией и 220, более 220 тысяч человек это с ишемической болезнью сердца. После углубленной диагностики взяты на динамический учет 1734 человека. Хотелось бы отметить, что на сегодняшний день на динамическом учете по болезни системы кровообращения состоят более 177 тысяч человек. Данные пациенты получают лекарственные препараты через АО, согласно приказу 75-му, который вошел в перечень, получают лекарственные препараты, обеспечиваются лекарственными препаратами. Также в текущем году для оснащения кардиологических центров запланировано закупить холдеры, электрокардиографы, УЗИ-аппараты, также аппараты искусственного кровообращения. У меня все. Дополнительно более углубленно расскажет вам коллега Дарья Орынбаевна, это главный внештатный специалист по здравоохранению.
облыстық денсаулық сақтау басқармасының штаттатты бас кардиологы Полторанина Наталья Андреевна болған. Өзінің жеке бас қалауымен осыдан 2 апта бұрын ол кісі лауазымынан бас тартты. Енді облыстық денсаулық сақтау басқармасының өтінішімен 2 апта болды. Мен осы лауазымда отырғаныма, менің аты жөнім Абакашева Дария Орынбайына. Мен 25 жылдан астам кардиолог дәрігермін. Облыстық медицинаның диагностикалық орталығында функционалды және ультрадыбыстық бөлімнің меңгерушісімін. Енді мені әріптестер басынан бастап қысып алайын деп жатыр ма, бірден брифингке келдім. Әрине, мен келгеннен бері облыстағы кардиологиялық қызметті өзім оқып, танысып, біліп жатырмын. Әрине, жеткен жетістіктерді баршылық, мәселелерді аз емес. Айнаш Кматаевна айтып кеткендей, бізде ересек адамдар, бізде 530-540 мың шамасында облыс тұрғындары. Соның 177-180 мыңы осы жүрек тамыр жүйесі бойынша диспансерлік есепте тұрады. Бұл дегеніміз, оның ішінде әлеуметтік маңызы бар аурулар, артериалдық гипертония, жүректің ишемиялық ауруы, мысалға миокард инфарктісі болған. Одан кейін инсульт алған адамдар, жүректің туа пайда болған, жүрек пайда болған ақаулары, аритмиялар, кардиомиопатиялар, яғни осы аурулар бойынша облыс тұрғындарының 180 мыңдайы диспансерлік есепте тұрады. Проблема бұл жерде негізі болу керек 90 кардиолог, бірақ та бізде кадр жетіспеушілігі салдарынан 32 кардиолог осы науқастарды бақылап отыр. Яғни бұл облыс көлемінде бізде шынымен де кардиологтар жетіспеушілігі өте қатты байқалады. Жалпы бұл проблема біздің облыста ғана емес, бүкіл республика көлемінде бар проблема. Бізде сондықтан енді жетіскен жетістіктер осыдан 14-15 жыл бұрын Саламатты Қазақстан бағдарламасы бойынша бүкіл елде жедел коронарлық синдром, миокард инфарктісіне байланысты үлкен керемет бағдарлама бастау алып, қазіргі таңда соның нәтижесін біз көріп отырмыз. Біздің облысымызда, облыстық ауруханада жедел коронарлық синдромға арналған, яғни миокард инфарктісімен түскен, немесе миокард алды жағдайда түскен науқастарды қарайтын үлкен бөлімше бар. Онда жаңағы коронарлы ангиография зерттеуі жасалып, инфарктқа себепші артерия егерде бар болса, стеноз или тромбоз, атеротромбоз болса, сол артерияны ашып, сол бір моментте сол жерге стенд қойылады. Яғни бұл осындай бір ерекше операция, малоинвазивный операция, тамыр арқылы жасалатын, осындай ол енді бір 14-15 жыл болды жедел түрде біздің облысымызда жасалып жүргеніне. Олардың коронарлы ангиография жасалса, соның 30%-не жаңа стенд қойылады. Ал егерде күрделі ақаулар болса, тамырларында көп тамырлар зақымдалса, полисегментарное поражение, стволовое поражение болса, оны кардиохирургтарға тапсырады. Бізде кардиохирургияда да жақсы дамып кетті, өздеріңіз білесіздер. Осыдан 20-30 жыл бұрын Алматы, Астанада қол жетпейтін ірі операциялар қазір облыс орталықтарында жасалады. Біздің кардиохирургтар елде ғана емес, шетелде де білім алып, өздерінің біліктіліктерін жаңағы ұдайы түрде дамытып отыруының соның нәтижесінде тек аорта коронарное шунтирование ғана емес, бізде жасалады, клапандарға күрделі операцияларда жасалады, протезирование, бұл өте күрделі операциялар. Одан кейін аортаның жыртылуы кезінде жедел түрде расслоение аорты болған кезде жедел түрде оған да операция жасалады. Осыдан мысалға 10 жыл бұрын ондай операциялар біздің түсімізге де кірмеген. Мысалға мен қаншама жыл жедел коронарлық жедел кардиологиялық бөлімде жұмыс істеп жүргенде бізде бола ма деген, бізде сондай бір арман болған шынында да.
қазір шынымен де осындай операциялар, аритмияларға байланысты операциялар, жүректің созылмалы жетіспеушілігінде қолданатын жаңағы кардиостимулятор, ресинхронизирующий терапия, дефибриллятор, соларды қою операциялары, кардиостимуляторлары қою, ол да қазір біздің облыс тұрғындарына қолжетімді. Яғни бұның барлығы тегін түрде облыс тұрғындары ала алады. Яғни бұл біздің жаңағы үлкен бағдарламаның нәтижесінде қол жеткен сондай жетістіктер. Енді тағы да бір қазіргі жол картасы бойынша созылмалы жүрек жетіспеушілігі атеросклерозға баса назар аударылып жатыр. Созылмалы жетіспеушілік бойынша біздің облыстарда қазір 12 кабинет ашылды, 2 кабинет ауданда ашылған, 10 кабинет осы қаламызда бар. Әрине бұл өте керемет жетістік, бірақ та дегенмен де бұның да өзінің проблемалары бар. Жаңа басында атап өткендей, бізде кардиологтар жетіспейді. Бір кардиологқа бір күніне 30 науқас қарау керек. Яғни әрқайсысына 15 минуттан ғана уақыт беріледі. Бұл дегеніміз, яғни қарап, тексеріп, жазып үлгеру керек 15 минут ішінде. Мен өз басым 15 минут ішінде ешқашанда қарап, тексеріп, жазып үлгермегенмін. Мені осы нәрсе, мен қанша жыл дәрігер болсам да, мен 15 минутта мен үшін ол жеткіліксіз уақыт деп саналады. Дәрігерлер бірақ та соған енді 15 минутта, 20 минутта қарауға тырысады. Әрине жазба жұмыстары да көп, енді проблемалар көп бұндай. Бұл жерде бізде республикалық бас кардиолог Махаббат Сансызбаевнаның айтуы бар. Яғни тек қана кардиологтар ғана бұл жерде жұмыс жасамау керек. Бұл жерде медсестралар, жоғарғы медициналық білімі бар медбикелерді біз осыған тартуымыз керек. Негізгі соның шаралардың бірі. Яғни оны да кейін болашақта осы да өзін жоспарда құрып отырмын осындай проблемаларды ескеріп. Одан кейін атеросклероз. Жалпы 2022 жылдың ВОЗ-дың мәліметі бойынша Қазақстан біздің еліміз жүрек тамыр жүйесі ауруларының таралу жағынан жоғарғы тәуекел аймағына жатамыз. Яғни бұл дегеніміз бізде артериалдық гипертония да көп, бізде жүректің ишемиялық ауруы да көп, бізде толық адамдар да көп, бізде темекі шегетін адамдар да көп. Яғни бұл дегеніміз салауатты өмір салты біздің елде дұрыс жолға қойылмағанның алғашқы біріншілік профилактикалық жұмыстардың шын мәнінде әлі де болса әлсіз екендігін көрсетеді. Енді бұл сол жаңа айтып кеткенде жол картасы бағдарламасы аясында атеросклероз біздің республикалық атеросклероз қоғамдастығы құрылған. Соның биыл 2-ші съезі болады. Менің мақсатым енді осы лауазымға енді маған тапсырып беріп отырғаннан кейін мен үлкен жауапкершілікті сезінемін осы лауазымда. Менің мақсатым енді қалада қалай дегенмен де қала тұрғындарына біздің кардиологиялық көмек қалай да ауыл тұрғындарына қарағанда, аудандарға қарағанда қолжетімдірек болады. Бізде аудандарда шынымен де кардиологиялық көмек сәл болсын әлсіз, себебі бұл жерде кардиологтар жетіспейді. Бізде тек бірен саран ғана кардиологтар бар аудандарда, көбі совместительдер, яғни олар нағыз кардиолог емес, жаңағы ставкада отырған мысалға терапевттер. Біздің осы лауазымға келгеннен бергі тағы да бір мақсатым сол аудандарда кардиологиялық көмекті жақсарту, сол жақтарда специалистерді дамыту. Осы мақсатта 2-ші жаңағы атеросклероз қоғамының 2-ші съезіне мен міндетті осы 6 ауданнан 6 терапевт, 2 жас кардиолог, 4 терапевтті апаруды ұйғарып отырмын. Оған бұйрық та шығып қойды. Денсаулық сақтау басқармасының бұйрығы да бар. Яғни олардан липидологтар жасаймыз. Липидолог болу үшін, яғни бұл май алмасуының бұзылуы және май алмасуының бұзылуынан болатын әртүрлі аурулар, атеросклероз, жүректің ишемиялық ауруларын зерттейтін сондай ілім ғой липидология. Соны ол тек қана кардиологтар ғана атқаратын мәселе емес, біздің еліміз сондай бір жоғарғы тәуекел аймағына жататындықтан бұл жерде терапевттерді іске қосып отырмыз. Терапевттер де барады, оларды да оқытамыз. Яғни осындай
алдыға қойған мақсаттарымыз бар. Бізде енді кардиохирургияда жақсы бір жетістіктер, жылына 250 ашық операциялар жасалады. 250, яғни жаңа аталып кеткен АКШ, протезирование, сондай операциялар, аортаға мысалға расслоение болған кезде. Ал 100-150 аритмиялық операциялар, жаңағы кардиостимулятор қою операциялары. Яғни осындай бізде жетістіктер бар. Бұл көмектің барлығы біздің тұрғындарға тегін түрде жасалады. Ең жақсысы ГОГОМ-ның аясында жасалады бізде. Рахмет. Әріптестер, брифингтің екінші кезеңіне көшсек, сұрақ жауапқа. Егер сұрақтарыңыз бар болса, қоюларыңызға болады. Если есть вопрос, можете задать. Вопросы есть? Позвольте, пожалуйста, спросить. Вы говорили о том, какие операции делаются на базе наших областных больниц. Есть ли какие-то кардиологические операции, которые все-таки выполняют на базе МРБ? И на какие уезжают по квоте в основном? Бізде енді Алтайда да ашылды ғой, екінші аудандық деңгейдегі коронарографиялық зерттеу. Бірақ та бір өкініштісі, ол жақта тағы кадр жетіспеушілігі салдарынан қазір ол жақта ол операциялар жасалмай жатыр. Енді оны да қолға алуымыз керек. Аудандардағы проблемалар бұл. Ал біздің деңгейімізде емес, жоғарғы мысалға кардиохирургиялық ғылыми орталықтарда жасалатын операциялар да бар. Олар күрделі операцияларды біз өзіміз сонда жібереміз науқастарды. Кардиохирургтармен келісіп, әрине ондай да мәселелер бар. Оларды біз көтенше деңгейге жібереміз. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите, что основная такая причина, да, кардиозаболеваний – это здоровый образ жизни, да? Несоблюдение здорового образа жизни. Какие еще причины вы можете назвать? Мен жай ғана айта салайыншы. Бізде мысалға артериалдық гипертония бойынша науқастар өте көп келеді. 90-95% консультацияға келетін артериалдық гипертония негізі көп таралған ауру ғой. Көп себебі біз халқымыз тұзды өте көп қолданатын халықпыз. Біз бұған көз жұмып қарамауымыз керек. Негізгі тәуліктік қажеттілік 5 граммнан аспау керек. Тұздың мөлшері. Натрий хлор тұзы ғой. 5 граммнан аспау керек. Бірақ та біздің жалпы біздің Шығыс Қазақстан емес, біздің Орта Азия, Қазақстан осы 15-18 грамм тұз қолданады екен тәулігінде. Ойлаңыздар, тәулігінде. Ол көрінбейтін тұз өте көп. Ол магазинде тұрған печенье, наннан бастап, бір кусок нан 100 грамм болса, соның өзіне 1 грамм тұз бар деп есептеңіз. 5 кусок нан жедіңіз бе, 5 грамм тәуліктік нормаңызды орындап тастадыңыз. Көзге көрінбейтін осындай проблемалар бар. Ал олар шынымен де бізді, халқымызды шынымен де осындай ауруларға әкелуге көп себептерін тигізеді. Что бы вы посоветовали жителям именно нашего региона делать для того, чтобы не состоять на учете у кардиолога? Өте керемет сұрақ. Бұл өте актуальды сұрақ. Ол үшін адамдар өзінің денсаулығын өзіне алу жауапкершілігін жоғарылату керек, да? Ол сен баруға тиіс. Бізде учаскелік дәрігерлер скрининг жасаған кезде негізі медсестралар қанша рет хабарласып айтып жатады, скринингке келіңдер, қашып жүру ғой халық. Сіздер қатысып отырсыздар, өздеріңіздің қан қысымыңыздың қандай екенін білесіздер ме? Қантыңыз қандай деңгейде, холестерин, оның ішінде липопротеин, низкая плотность қандай деңгейде екенін білесіздер ме? Мысалы, ол білуіміз керек нәрсе. Мен өзімнің қантымды, ЛКНП қанша, давлением қанша, мен білемін. Мен кардиолог болғаннан кейін білуімін. Ал былайға жұрт біле бермейді. Бізде енді осы жағынан былай қараса, интернет желісінде де негізі салауатты өмір салтын жақсарту барысында өте көп ақыл кеңес көп беріледі. Бірақ та оны қабылдау, оны орындау төмен.
сондықтан да мен айтар едім, бірінші жауапкершілікті сезіну керек. Әр адам өзінің жауапкершілігін сезіну керек, өзінің денсаулығына қатысты. Жауапкершілігі артқан кезде оны ешкім апармайды, ешкім оны шақырмайды, ол өз бетімен барады. Сол дәрігерге. Тағы сұрақтар бар ма? Так, осындай сұрақ келіп түсті. Кто в регионе чаще страдает от сердечно-сосудистых заболеваний, мужчины или женщины? Өте жақсы сұрақ. Негізі 40 жас, 50 жастарда ер адамдар көп ауырады. Одан кейін жаңа жасқа байланысты менопауза келген кезде әйел адамдар мен әйелдерді оған теңіз еді. Өткен кейін 60-та әйел адамдар тіпті оларға да көбейіп кетеді. Бірақ бір ерекшелігі, ер адамдар көбінесе қаралмайды, әйелдер ол жағынан жауапкершілігі жоғары. Сондай ерекшелік. Егер басқа сұрақтар жоқ болса, брифингті аяқтаймыз.